қазақ топырағында дүниеге келген ғұлама ғалым. Бұл кісі шығыстың ұлы ойшылы, әрі ағартушысы, әрі әйгілі математик, философия, музыканы зерттеушісі, тарихшысы болған. Әл-Фараби жайлы айтып кететін болсақ, Әл-Фараби 870-953 жылдары әйгілі отырар қаласы, Фараб қаласында дүниеге келген ғұлама ғалым болып саналған. Бұл кісі отырар ойшылдарының ең атақтысы, ең ғұламасы, шығыстың Аристотелі ұлы ғалым болып саналған сол кезде. Және де бұл кісі отырар қаласында дүниеге келгеннен кейін отырар қаласында білім алып, отырар қаласында кейін Бағдат қаласында ұстаздық қызметін, міндетін атқарған болатын. Және де бұл кісі туралы айтып кететін болсақ, түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі, әлемнің екінші ұстазы болып саналған сол кезде. Ол Әбу Насыр әл-Фараби Орта Азия, Парсы, Араб, Иран елдерін саяхаттап, жихан кездеп, сапарлар жасап тез есейген сол кезде. Және де айтып кететін болсақ, Әл-Фараби тарихи деректерге сүйенетін болсақ, бұл кісі 70-ке жуық тілді игерген, өздігінен көп ізденген ойшыл философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларынан 150-ге тарта трактат жазып қалдырған бұл кісі. Және де айтып кететін болсақ, ол кісінің көптеген еңбектерінің бірі Аристотельден еңбектерінен талдау жасаған. Соның бірін алатын болсақ, Әбу Насыр әл-Фараби әлеуметтік экономикалық көзқарастағы қайырымдылық, міне айтып кететін болсақ, қайырымдылық қала тұрғындарының көзқарасы атты еңбегін қарастырып айтып кететін болсақ, бұл кісінің ойынша адамзат қоғамының қалыптасуы жағдайы материалдық қажеттіліктерге байланысты. Және де Әл-Фарабидің мынау қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы трактатында былай дейді: адам толығымен дамып жетілу үшін ол жалғыз ешқандай нәрсені істей алмайды екен. Сол себепті ол кісі өзіне қажет нәрселерді жалғыз өзі жасай алмайды. Сондықтан адам өзінен басқа адамдарды қоғамдастықта өмір сүру керек, және адамды қоғамда ғана толық жеткілікті бағытқа қол жеткізе алады деген екен. Және де осы еңбегін алып қарайтын болсақ, толық қоғам және толық қоғам емес болып екіге бөлінген болатын. Толық қоғамның өзі бұл үшке бөлінген, үлкен, кіші және ортаншы болып бөлінген. Осы еңбекте сол туралы көп қарастырылған. Үлкен қоғамдастықта бұл тұтас жер бетінде өмір сүріп жатқан халық қоғамдастығын айтқан. Орта дегеніміз ол қандай да бір жаңағы бөлікке бөлінген қоғамдастықты айтқан. Үшінші ол кіші дегеніміз бұл бір қалаға бөлінуді қоғамдастық ретінде қалыптасқан. Осы Әл-Фараби бұл еңбегінде экономикалық көзқарасты халыққа жеткізген. Және де Әл-Фарабидің көп еңбектерін жасөспірімдер оқып, қазіргі таңда қай бағытта өмір сүріп, қай бағытпен қол жеткізу керек екенін осы кітапты толығымен жазып қалдырған.